Мен мұнда Яндексті және Тугисті шұқылап отырмын. Бірнеше күн болды. Facebook қауым, әлеуметтік желілер, жалпы ғаламтор Бағдат Мусиннің айтқанын жан-жақты талқылап жатыр екен. Ойбау, Бағдат Мусин деген нағыз ер азамат екенін көрсетті. Ұлтжан екенін көрсетті. Қазақшыл екен. Яндекстің аузын жауыпты. Қазақша сөйлемесең нарықтан қуамын депті. Тугиске де сондай шарттар қойыпты деп. Армысыздар? Кеші жарық, ешкі сарыға ғайын, бұл Недит арнасы. Мен Думан Мұхаммед Кәрім. Енді Бағдат Мусиннің қаншалықты қазаққа жаны ашитынын білеміз. Өздеріңіз естеріңізде ғой, Егов порталын Ресейдің ФСБ-сінің қолына қалай бере салғанын беріп қойды емес пе? Шуладық, қалдық. Сол өті баяғы жартас, сол жартас. Қазір барлығымыздың мәліметтерімізді ФСБ ашса алақанда жұмса жұдырығында ұстап отыр. Құдай бетін ары қылсын, Украинадағыдай басымызға күн туатын болса, бәріміздің есеп шотымыз немесе басқа мәліметтеріміз бұғатталып қалуы әбден мүмкін. Билік әрине, ойбау, Ресейге ешкімге бермейтін болдық, анау мынау деген әңгімелерді айтып жатыр. Бірақ бәріміз біліп отырмыз, биліктің бізге шындықты қалай айтатын және өтірігіне қалай сендіретін. Сонымен Яндекспен жаңағы Тугиске келетін болсақ, Бағдат Мусин неге үйтіп қалды? Менімше бұл жерде Бағдат Мусиннің, немесе Бағдат Мусиннің ар жағында тұрған биліктің көздеген мақсаты басқа. Бұл жерде олар Яндекспен, немесе Тугиспен, басқа да қосымшалармен алысқысы келіп жатқан жоқ. Бұл жерде олар халықтың көңілін тағы да тіл мәселесіне бұрғысы келеді. Әншейінде үлкен бір саяси науқан бола қалса, елде тіл мәселесі көтерілетінін білесіздер. Бұл жерде Мусин де, Ақордада қазақ тіліне ешқандай жаны ашып отырған жоқ. Мынау Такаевский референдумнан халықтың көңілін аударғысы келетін сияқты. Өйткені қоғам белсенділері кейінгі күндері Тоқаевтың референдумнан көктейін пайдасын көріп тұрған жоқпыз. Мына жүйемен референдум өткізу мүмкін емес деп жиі айтып жатыр. Сондықтан Бағдат Мусин өзіне бір рөл алды да халықтың көңіл күйін тіл мәселесіне бұрғысы келеді. Ал Яндекс бұл жерде бәрібір ұтып шығады. Яндекс навигатор, шынымен қазақ тілінен басқасының барлығын керек қылады. Қазақ тілін қойдыра алмадық. Неше жыл болды. Кез келген қосымшаларда мынау Apple-дың өзі айфондарыңызды ашып қарасаңыздар. Мен принципке барып ағылшыншаны қойып қойғам, ағылшыншаны білмесем де әйтеу түсінетіндей қарап жүрмін. Ал Android қазақшаны біледі, Құдайға шүкір. Ал Apple керек қылмай жатыр. Бағдат Мусин мықты болса, соларға неге айтпады? Ал Яндекске шынымен бұл сондай шарттар қойып, Яндекспен алсайын деді ма? Сөйтсем олай емес екен. Яндекс такси деген біздің нарықты жаулап алған білесіздер. Ол оккупанттар баяғыда біздің нарықты алып қойған. Енді сол Яндекс Go қосымшасында қазақ тілі бар екен. Бүгін қондырып тексеріп көрдім. Яғни оларда дайын тұрған алаң бар. Мен бұл жерде маған мынандай ой келді. Бәлкім Бағдат Мусин қазаққа жаны ашып отырған жоқ, ол жай ғана лобби жүргізіп отыр. Яндекстің көздеген мақсатына жеткізу үшін, Тугисті біздің нарықтан қуып шығу үшін Яндекске тиіскен болады. Қазақ тілін қойыңдар деп. Олардың дайын тұрған алаңы бар ғой. Яндекс Go қазақ тілінде сөйлейтін болса, Яндекс навигаторды да олар қазақ тіліне араға біраз уақыт салып, жарты айдың ішінде қазақ тілін қоя салу әбден мүмкін. Ал Тугис, оларда алаң жоқ. Олар яғни біраз жүгіреді. Сөйтіп, Тугисті біздің нарықтан шығарып жіберіп, Яндекске, яғни ресейлік компанияларға біздің нарықты Бағдат Мусин алып бергелі жатыр ма? Деген ой туды менде. Сіздер не ойлайсыздар? Осы видеоның астына пікір қалдырыңыздар, арнаға жазылып, сілтемесін тарата жүріңіздер. Кеші жарық, ешкі сарыға ғайын.